Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экожүйелер. Сабағымыздың екі мақсаты бар. Экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын анықтау. Екінші, экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын график арқылы сипаттау. Алдымен экожүйелер дегеніміз не? Соған тоқталып кетейік. Экожүйелер деп отқанымыз тірі ағзалар мен жансыз табиғат құрам бөліктерінің бір-бірінің қасиеттеріне әсер ететін қоршаған ортаның ажырамас бөлігі. Бірден бір тірі ағза экожүйеден тыс өмір сүре алмайды. Экожүйе бөліктері жанды және жансыз деп бөлінеді. Жанды бөлігін экожүйенің түрі бөлігі деп айтуымызға болады. Оларды биотикалық факторлар деп атайды. Биотикалық факторларға өсімдіктер мен жануарлар және олардың арасындағы қарым-қатынас жатады. Экологияда бұны біз биоценоз деп атаймыз. Ал жансыз бөлігін экологияда экотоп деп атайды. Экотопқа абиотикалық факторлар жатады. Оларға ауа, топырақ, тас және су секілді жансыз табиғат бөліктері кіреді. Жанды бөлігі мен жансыз бөлігі бір-бірімен тығыз байланыста болады. Биоценоздың 3 компоненті бар: өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер. Экотоп екіге бөлінеді: климат және геологиялық орта. Қоректену тұрғысынан экожүйелер екі сатыдан тұрады: жоғары автотрофты немесе жасыл белдеу. Екінші сатысы төменгі гетеротрофты немесе қоңыр белдеу. Жасыл белдеуге хлорофилі бар жасыл өсімдіктер, яғни автотрофтар жатады. Оларды ғылыми продуценттер деп атаймыз. Продуценттердің ерекшелігі фотосинтез үдерісі арқылы биорганикалық заттардан органикалық заттар түзеді. Сондықтан оларды түзушілер деп атайды. Төменгі гетеротрофты немесе қоңыр белдеуге консументтер жатады. Консументтер деп отырғанымыз дайын органикалық заттармен қоректенетін гетеротрофтар. Консументтердің ерекшелігі автотрофтар түзген дайын органикалық заттарды тұтынады. Сондықтан оларды тұтынушылар деп атайды. Осы консументтер мен редуценттердің қалдықтарымен қоректенетін сапрофитті бактерияларды біз редуценттер деп атаймыз. Редуценттердің ерекшелігі жануарлар мен өсімдіктерден қалған қалдықтарды ыдыратып отырады. Сондықтан оларды ыдыратушылар деп атаймыз. Экожүйе құрам бөліктерінің өзара байланысын осындай сызба түрінде көрсетуімізге болады. Яғни продуценттер түзген дайын органикалық заттарды консументтер тұтынады. Ал продуценттер мен консументтерден қалған қалдықтарды редуценттер ыдыратып отырады. Яғни осы үш компонент бір-бірімен өзара тығыз байланыста болады екен. Экожүйедегі өзара байланыс қалай іске асады? Бұл жерде байланыс қорек және қоректі тұтынушылы ағзалардың арасында іске асады екен. Мысалға, қорек ол жемтік, ал қоректі тұтынушы ол жыртқыш. Немесе қорек бұл өсімдік, ал қоректі тұтынушы ол өсімдік қоректі жануар. Егер жыртқышты біз түлкі деп алатын болсақ, яғни түлкілердің саны қатты көп болса, онда жемтіктердің, яғни қояндардың саны күрт азаяды. Немесе өсімдіктер қуаңшылық кезінде, яғни қатты күн ыстық кезде өсімдіктердің саны азайған кезде, оларды қорек ететін қояндардың саны да азаяды екен. Қояндардың саны азайғанда, қояндарды қорек ететін жыртқыш түлкілердің де саны азаяды екен. Енді осы мысалды график түрінде бейнелеп көрейік. Яғни жыртқыштардың саны артқан кезде өсімдік қоректілердің саны кемиді екен. Ал өсімдік қоректілердің саны артқан кезде керісінше өсімдіктердің саны кемиді екен балалар. Енді берілген суретті пайдалана отырып қоректік тізбек құрастырып көрейік. Микроәлем және микроэлементтер бұларды қорек ететін шөптер. Шөпті қорек ететін тышқан, тышқанды қорек ететін жылан. Яғни бұл жерде қорек болатын ағзадан стрелканы соны қоректенетін ағзаға қарай бағыттайды екенбіз. Мысалға, шөп және тышқан. Шөптің орнында бидай тұруы мүмкін, тышқанның орнында басқа жануар тұруы мүмкін, жыланның орнында тағы да басқа жануарлар тұруы мүмкін. Яғни осындай стрелкаларды қою арқылы біз тізбекті құрастырады екенбіз балалар. Сау болыңыздар.